Сарыағаш ауданы әкімінің кубогы үшін кіші футболдан жарыс өтті. Айтулы спорттық шарада жарыс жолына 12 команда шықты. Мемлекеттік қызметкерлерден жасақталған командалардың барлығы дерлік жоғары дайындықпен келген. Тартысты ойынды толығырақ алдағы бейнесюжет сабақтасын. Өңіріміздегі әртүрлі салада қызмет ететін жастар арасында кіші футболдан турнир өтті. Мақсат жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттай отырып, дене шынықтыру мен спортты дамыту. Сонымен қатар жас қызметкерлердің арасында достық қатынасын берік орнатып, ынтымақтастық байланысты нығайту болып табылады. Аудандық жастар ресурстық орталығы жылдың басынан бастап аудан әкімінің орынбасарымен бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес бүгін аудандық мәдениет және тілдерді дамыту спорт бөлімімен біргелікте жастар ресурстық орталығы аудандағы түрлі саладағы қызметкерлер, жас қызметкерлер арасында аудан әкімінің кубогы үшін жастар арасында футбол ойындары өтуде. Жарысты өткізудегі мақсатымыз өздеріңізге белгілі әртүрлі саладан, сонымен қатар ауданымыздың белсенді, талантты, дарынды спорт сүйер жастарын қарым-қатынасын ары қарай күшейту, дамыту. 12 команда қатысқан, 12 команда 4 подгруппаға бөлініп, 3 командадан бір-бірімен бір айналым өткізіп, толғы подгруппада өзі әр топта бір-бір команда шығып, 4 команда бір-бірімен құрғын өтіп, 1, 2, 3, 4, 4-ті белгілейміз. Жастар спортпен айналысу керек деген десеңіздер, сіздерге қарап сіздерден кейінгі жастарымыз олады. Сол үшін спортпен айналысайық. Аудан мен қала әкімі аппараты, мәдениет және кәсіпкерлік саласы, Қазақтелеком, өңірдегі 4 колледж бен халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміндегі жас қызметкерлер жасыл алаңда бақ сынады. Турнир 12 команда арасында тартысты өтті. Өз кәсібінің нағыз майталмандары саналған жастар спорттағы шеберліктерімен де көзге түсті. Футболды шын ықыласымен беріле ойнап, жанкешті ойынның үлгісін көрсеткен командалар да болды. Біз мәдениет бөлімінің ойыншылары бүгін алғашқы ойынымызды Қазақтелеком құрама командасымен ойнап айқын басымдықпен жеңдік. Әлбетте бұл ең бірінші жастар жылына орай ұйымдастырып жатқан салауатты өмір салтын насихаттап жатқан жастар ресурстық орталығы және тілдер дамыту бөлім басшысының ұйымдастыруымен өтіп жатқан жеңісі Алла қолдап бірінші ойынымызды сәтті бастадық. Біз енді мәдениет бөлімінің ойыншылары тек қана мәдениет салада емес, сондай-ақ спортта да өзінің өнерін көрсетіп жатқан жағдай бар. Барлық ойыншыларға, барлық футболистерге шын жүректен сәттілік тілеймін. Ойынның нәтижесі бойынша Сарыағаш медресе колледжінің абыройын қорғаған команда бірінші орынды иеленді. Ал жүлделі екінші орынға аудан әкімі аппаратының қызметкерлерінен құралған команда лайық деп танылып, аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің жастары үшінші орынды жеңіп алды. Сарыағаш ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен жастар комитетінің жастар арасында осындай футболдың кіші түрінен жарыс болып өтті. Өте керемет жарыс болды. Бұл осы аудандағы жас қызметкер арасында болды. Біз 4 ойын өткіздік. Барлық ойындарда бағымыз шауып, бауымызда шауып жеңіске жеттік. Бұл шараға қатысып жатқанымызға өте рахмет. Осы шараларды ұйымдастырған осы аудан әкімдігіне және осы ұйымдастырушылар алқасына үлкен рахметімізді айтамыз. Әрдайым көрермендерге айтарымыз, салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысуларыңызды тілектеспіз. Сондай-ақ жарыс барысында командалардың ішінен суырылып шығып, көзге түскен қатысушыларға да түрлі номинациялар тағайындалды. Абуталипов Мақсат пен Дүйсебай Мағжан әділ төреші, Қалжанов Ержан ең үздік қақпашы, Шәріпбаев Дастан ең үздік шабуылдаушы, Аширов Бақытжан ең үздік қорғаушы, Жанысбеков Ерғали ең үздік ойыншы деп танылды. Жеңімпаз командаға әкімнің кубогы табысталып, өзге қатысушы топтар арнайы диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Майра Нұрмахан, Айгерім Айтбаева, Бегалы Сапаралиев, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.